ешқандай көмектесу. Мінекей қадірлі көрермендер, тағы бір кейіпкеріне келдік. Жалғызбасты ана, баласы ауырады екен, қазір өзімен көріп, тілдесіп, сөйлесіп көрейік. Осы жерде пәтер жалдап тұрады. Осы мекенжайды айтқан еді. Бұл жақтан да біз саламатсыздар ма? Ақерке осы жерде тұра ма? Саламатсыз ба, қалдарыңыз қалай? Ақеркесіз ғой? Өткенде хабарласып едіңіз ғой, сол бойынша келдім. Назар. Сіз неге мұқтажсыз? Неге мұқтаж дегенде балам осы. Мен кішкене болса да үй болды. Балам емдетсем деймін. Кішкене болса аяғын тұрсатын бала. Туылған кезінен болды ма сонда? Біз кешкеден больницаға жатамыз, осылай судорогымен постоянно ешқандай ешкім көмектеспейді. Ешкімім жоқ, әке-шешем бар, бірақ ол кісілер көмек жоқ ешқандай. Осы балам емдеп кішкене жазылып жүрсе деймін. Аяғынан тұрса деймін осы балам үшін. Өзім жазып қиналып кеттім қазір. Әке-шешеңіз ауылда тұра ма? Әке-шешем тара жақта, ол кісілер ешкім маған көмектеспейді қазір. Әке-шешем Таразда дейсіз, өзім Нарынқолдамын дейсіз. Ол кісілер көшіп кеткен ба сонда? Сояқта өздері мал қарайды. Жағдайлар жоқ, өздері біреудің малын қарап жүр қазір. Ешқандай ешкім көмектеспейді. Өздері әрең жүр, жандарын көремін. Мен өзім осы жақтамын, осы баламен осында қиналып осы жақта жүрмін қазір. Жұмыс істедіңіз ба? Жұмыс істеймін, жоқпын ешқандай. Атқа шығып сразу өмірді тіресе алмаймын. Бала қаншада қазір сонда нақты? 8 жаста, бүгін туған күні. Бүгін туған күні ма? Дәл бүгін? Иә. 8-ге толдық балам. Есімін айтыңызшы. Ақназар Қырғызбай Ақны Нұрдосұлы. Туылғаннан кейін қойылды 2015-те полный больницада жатып бір жыл ма сондай. Диагнозы туыласап қойылды ғой, сонда? Туылғаннан кейін қойылды бізге. ДЦП деп, немеде Евролайский деп қойылды, басында су бар, не бар деп. Ешқандай неге бармаймын. Креске ғана жатамын, ешқандай не жоқ бізде қазір. Ешкім ешқай алмайды, осылай отырамын. Больницалар қабылдамай ма? Больница бізді қабылдамайды. Барып судорогымен жатамыз, талғарға постоянно судорог. Ауырса болды, өзім апарамын, ешкім келмейді бізге. Ауырды көтеріп, постоянно сөйтіп жүремін. Акиматтан ешқандай көмектесу. Осы жерде пәтер жалдап тұрасыздар ма? Осы квартирам 45 мың, су свет бөлек, балам пенсиясы бар, соған кетеді. Осы дәрі-дәрмегімен несімен судорога дипакинға нешеміз дәрілерін бәрін қарыздан өзім алам, магазин нелерден, аптекалардан. Жалғыз өзім папасынан көмектеспейді, ешқандай ешкім көмек бермейді маған. Жатырқайды нелерден қорқады, укол салады екен деп. Укол салудан әбден. Иә, сонда мезі болған. Ағары шыққан екен ғой, иә. Біз постоянно больницада жүреміз осылай. Әбден қорқып қалған ғой, иә. На колясканы осы жазда 300 мыңға жасаттып, осы кісілер әкеп берген маған. На колясканы, бірақ балам анда-санда отырады, несі болған кезде. Қазір ауырып шыққанда неге отырамай Көшеде қайтып алып жүресіз, қонаққа барасыз ба? Ешқандай неге бармаймын, баламды көтеріп жүремін, осылай больницаға осылай көтеріп барамын баламды.
Коляска отырмайды, жылайды қазір коляска отырса. Міне құрметті бауырлар, Қырғызбай Ақназар Нұрдосұлына осындай көмек керек. Қазір 8 жаста ДЦП диагнозы қойылған, аяқ қолынан жүре алмайды. Бұл кісілердің қазір тұратын мекен жайы Алматы облысы Талғар ауданы Тұздыбастау елді мекенінде Отау 10-шы үйде пәтер жалдап тұрады. Пәтер ақысы 45 мың. Енді өздеріңіз ойлай беріңіздер, баланың емі бар, тамағы бар, тіпті аш отыратын күніміз бар дейді. Сондықтан қолдан келгенше осы бейсенбінің берекесін берсін сіздерге. Қасиетті жұмаға деген пітір садақаларыңызды осы балаға көмек жасасақ деген ниетте тұрмыз. Болдық болғанда жағын некеде тұрғам жоқ, Қырғызбай Ақназар деп өз атына туылғаннан кейін баламен некеге тұрамай қалдым, осы баламен жүрдім да. Осылай кеттім, осы балам 2015-те бір осы баламен жағаласып келдім. Күйеуіңіздің тастап кету себебі не? Себебін білмеймін, бала үшін тағы басқа бала туып бер маған деп сөйтіп айтқан. Өзінің қазір отбасы жоқ па? Білмеймін, қаяқта жүрген қазір деп. Хабарласып сөйлеспейсіз ғой? Аш отырған күнімде болды талай нетін береке деген магазин қазірдің өзінде жетім ештеңе жоқ. Сонда да отырмын. Неге кірмеп қойшы деп береке қарызға балам пенсиясы бар соған кетіп қаламын деп. Магазиннен қарызға азық түлік аласыздар ғой? Магазиннен қарызда балам постоянно. 70 мың 80 мыңға дейін кірген күн осы уақыт күн арен төлеп. Ешкім көмектеспейді ма? Осы балам пенсиясын ғана қарап отырмын, ешқандай не алмаймын. Арманым осы балам жазып кішкене болса аяғын тұрып жүрсе деймін осы балам. Елдің баласы сияқты жүріп жүрсе деп ойлаймын. Сол көкірегімде сол тұрады постоянно сондай. Мен де адам жүргім келеді, мен де балам жетектеп кішкене болса да деп ойлаймын. Ешқандай басқа арманым жоқ. Осы балам аяғын жазып жүріп кетсе деймін. Енді қайырымды жандар бар ғой өмірде. Кішкене осы емделіп жүрсе деймін. Басқа арманым жоқ менің. Біздің бағдарлама арқылы енді мына қайырымды жандардан, мейірімді адамдардан не сұрайсыз, не көмек сұрайсыз? Осы баламды аяғынан тұрғызып жүргізуге көмектесіңіздерші. Қаржылай көмек керек қой, сонда нақты ашық айтыңызшы. Қаржылай көмек керек. Мінеки қадірлі көрермендер, өздеріңіз көріп тұрғандай қаншама есік. Әрбір есіктің ар жағында ауыр тағдырлар жатыр. Тіпті есікті ашып кіргеннен кейін жүрегің ауыратын сәттер өте көп. Міне өздеріңіз көрген бүгінгі кейіпкеріміз Ақерке күйеуімен 10 жыл бірге отасқан. 2009 жылдан бастап 2019-ға дейін. Күйеуі мал баққан, жан баққан, бірақ баланың аурушаң екенін көріп бас тартқан. Тіпті балалар үйіне де өткізіп жібергісі келген. Ал бірақ анасы басқа балаларды тумай, тіпті күйеуінің өзінен бас тартып, баланы таңдап қалып отыр. Сондықтан қадірлі достар, құрметті бауырлар, жанашыр жандар, қолымыздан келгенше осы кісіге көмектессек, осы халқымыздан, қазақ елінен біз осы Ақеркеге көмек сұраймыз. Менің Каспиім Казблокта тұр, бір себептер мен баламның еміне деп неткем, кредитімді төлей алмай жатырмын. Сол Каспи Голдтың өзім Каспи Голдтың жауып қазір. Құндызбай Гүлжан мен өз сестренкам өз Каспиін берген маған. Құндызбай Гүлжан Х деп шығады. Гүлжан Х деген сіздің туған сіңіліңіз ғой? Туған сіңілім, иә. Сізге Каспи Голдтың берген? Берген, иә. Ол сізде өзіңіз? Өзімде қазір. Номері де несі де өзімде.